Сәлем оқырмандар, бүгін сіздермен күнделікті таңғы асқа жеңіл әрі тез дайын болатын панкейк рецептісімен бөлісетін боламын. Бірінші кезекте бізге бөлме температурасында тұрған жылы айран керек болады, және бұл айранның үстінен жарты қасық соданы салып, екеуін араластырып, шамамен 2 минутқа қойып қоямыз. 2 минуттан кейін айранның көлемі көбейіп, осылай көпірши бастайды. Сол кезде үстіне дәміне қарай тұзын салып, бір араластырып алғаннан кейін үстіне өз қалауыңызша бал қоссаңыз болады. Балдың орнына тек қана қант қосып, ары қарай істей берсеңіз де болады. Және оның үстінен 3 жұмыртқа салып, барлығын бірге араластырып алдым. Және қант салу ол өз қалауыңызға қарай, және оны да дәміне қарай қосатын боласыз. Мен бұл жерде бал салғандықтан қантты аз салдым. Егер де бал қосатын болсаңыз, ол өте жұмсақ болып, дәмі өте ерекше шығатын болады. Және келесі кезекте үстінен ұнды салып, және оның үстінен өз қалауыңызша ванилин қоссаңыз болады. Алайда ол міндетті емес. Және біркелкі массаға енгенге дейін барлығын бірге араластырып, арасында түйіршіктердің барлығы кеткенше араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің массаның консистенциясы біркелкі бола бастады. Осы кезде барлығын араластырып болғаннан кейін үстінен сұйық май қойып, тағы да бір араластырып аламыз. Біздің массамыз қатты қою да болмау керек, венчикпен араластырған кезде осылай созылып тұру керек. Енді панкейктерімізді пісіруге кірісеміз. Мен көріп тұрғандарыңыздай бір рет араластырып, және одан кейін ғана массаны құйып жатырмын. Панкейктің жан-жағынан түйіршіктер шыға бастаған кезде келесі бетін аударамыз, және ол көтеріліп, ортасы сонда воздушный, және жұмсақ болып, өте дәмді болып пісетін болады. Екінші беті сәл осылай көтеріле бастаған кезде ала берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай келесі беті де бір тегіс болып піскен. Дәл осындай панкейктерді дайындау үшін шамамен 10-15 минут қана уақытыңыз кетеді, және құрамы да үйден табылатын қарапайым заттардан тұрады. Дәл осы рецептпен дайындап көрген болсаңыз, өз ойыңызбен комментарийде бөлісе кетіңіз. Алдағы уақытта түрлі рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп кетуді де ұмытпаңыз.